темекіні өліп тастай алмай жүрген адамдар бар ғой. Солар просто көшеге жас кезінде шығып балдармен, көрсеңіз зор болады деген ашуланып әкеш деп бір көрді да, түң басына тепті ғой. Ертесіне іздейтін болды ғой. 3 рет, 4 рет шекті. Қызық үшін деп шекті ол басында. Кейін не болды? Кәдімгі адыраспаншық жатар кезде. Жоқ па ол? Темекі жоқ па? Ол жатпайды ол. Ол қалаға барып келсе де, барып, әкеліп, шегіп жатады. Қалтасында 50 теңге бар, үйде нан жоқ, темекі жоқ. Қайсысын алады? Темекі алады. Нанды бірдеме қыламыз дейді. Үйтіп жылаймыз. Пайғамбарларда аш жүрген ғой, сыналу керек деп қояды. Сөйту керек та, бірақ мынаны қалдырмайды. Неге? Уже тәуелді болып қалған. Сол әдет қайдан басталды? 1 рет, 2 рет, 3 реттен басталды ғой, ә? Сіз 1 ай ораза ұстап, маған боқтауға болмайды деп жүрдің ғой, неменеге айттыны пытырлатып боқтап атсың? Сөйтсек, мына 1 ай ораза ше біз негізгі мақсатын, негізгі инструкциясын түсінбеген екенбіз ғой. Ораза сені өзгерту керек дейді.